Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздің үйде ең жиі жасалатын және жолдасымның ең жақсы көретін алмалы пирогын дайындаймын. Негізгі рецептте үгітілмелі тестадан және алмалы начинкадан тұрады. Бірақ мен сияқты жиі дайындайтын болсаңыз, қосымша ингредиенттер қосып дәмін түрлендіруге болады. Үгітілмелі қамыр дайындау үшін салқын сары май мен ұнды ұнтақта болу керек. Бұл жолы мен блендер пайдаландым. Май мен ұнның жартысын салып блендерлеймін. Егер блендер үлкен болса, барлығын бірден салуға болады. Үгітілмелі қамырмен жұмыс жасаған кезде өте жылдам болу керек, себебі майымыз ерімеуі керек. Дайын болған ұнтақты үлкен ыңғайлы табаға салып, разрыхлителмен қант қосамын. Жұмыртқаны қосып бір араластырып аламын. Тоңазытқыштан алынған сап-салқын суды қосып, қосымша ингредиенттер ретінде бұл жолы үккіштен өткізілген лимон қабығы мен кішкене қуырылған грек жаңғағын қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады, бірақ анда-санда өзгешелік үшін қосып, осылай да жасап көріңіздер. Қамырдың 1/3 бөлігін алып қалып, қалғанын табанына май жағылған формаға орналастырып шықтым. Барлық жерін тегістеп шыққан соң, тоңазытқышқа 30 минутқа жібердім. Салмасы үшін алманы қабығынан тазартып, жұқа етіп бөліп шықтым. Қант, қуырылған жаңғақ, корица қосып араластырамын. Тоңазытқыштан қамырымды алып, салмасын саламын. Толық рецепті әдеттегідей төменде описание бөлімінен көре аласыздар. Ал бетіне деп алып қалған қамырды шетінен үзіп-үзіп бетіне тастап шықтым. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа жібердім. Мен әрқашан духовканы қыздыруға қосып қойып, тек сосын пирогты дайындауға кірісемін. Пештен шыққан пирогты тек толық суытқаннан кейін формасынан шығардым және бетін қант ұнтағымен әсемдедім. Ыстық шаймен дастарханға ұсынуға осымен дайын. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.